балалар, бүгін бізде өте маңызды тақырып қауіпсіздік туралы әңгімелесетін боламыз. Қауіпсіздік ережелерін білу бұл тек міндет емес, ол өз өміріңді қорғап қалуға ең қажетті ереже болып келеді. Әлемжеттік немесе буллинг дегеніміз не? Бұл өзіңнен әлсіз баланы ұрып соғу, қорқыту, кекету, бопсалау, өсектеу, бөлектеу және тіл тигізу. Саламатсыздар ма оқушылар? Соңғы жаңалықты естіп жатқан шығарсыздар. Нұржан үйіне бармаған кешеден бері анасы іздеп жатыр. Қайырлы күн құрметті оқушылар, мен жол полиция қызметкері Омар Қалиевхан боламын. Қазіргі балдар көптеген жолда ойнайды, жан-жағына қарамайды деп айтсақ та болады. Егер сіздер жан-жақтарына қарамайтын болсаңыздар, сізді көлік деген біраз секундта сіздерді қағып кетуі мүмкін. Абай даңғылы 26-3-ші подъезд. Адамдар ішінде бар ма? Я, бір адам қалды. Газ баллон ішінде қалды ма? Я, үйдегі астыдегі газ плитасы қалды. Жақсы, өтініп жөніп келе жатыр. Жедел жәрдем тыңдап тұрмын. Әпкем ауырып қалды. Науқастың жағдайын сипаттап беріңіз. Әпкем есінен құлап қалды. Науқастың жасы қанша? 23 жаста. Көмек жолда келе жатыр. Науқастың жағдайын жиі қарап тұрыңыз. Мен бүгінгі сабақта өрт қауіпсіздік ережелерін өте жақсы түсіндім. Сіріңке, оттық нәрселерді үлкендердің қарамсыз тиіспеуді білдім. 103 деген нөмірді адам жарақат алғанда шақырамын. 102 деген нөмірді бейтаныс адамды көрсем шақырамын. 101 деген нөмірді өрт болғанда шақырамын. Қоңырау шалғанда мекенжайды анық айту және болған жағдайды бір сөзбен түсіндіру керек екенін түсіндіру. Қауіпсіз өмір өзіңді және айналаңды қорғаудан басталады. Жауапкершілік адамгершіліктің қасиеті. Біз ұстаздар бала болашақ үшін үлкен жауапкершілік аламыз. Қауіпсіз мектеп, қауіпсіз бала, қауіпсіз болашақ кепілі. Дос болайық жобасы аясында достық пен сыйластықты орнатайық.